Ассалаумағалейкум, армысыздар қадірлі көрермен. Мынау телеарнасында жұмадағы жүздесу бағдарламасы. Бағдарлама тізгінін ұстайтын мен Ақтолқын Тажикова. Бүгінгі біздің студияның қадірлі мейманымен таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласының бас имамы, Ақтөбе облысы бойынша халал даму мекемесінің жауапты маманы, және де Ақтөбе облысы бойынша зекет және қайырымдылық қорының жауапты өкілі. Алматәлі, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін енді сізбен Рамазанның 3-ші онкүндігіндеміз. Бұл 3-ші онкүнде біз білеміз қасиетті, қадірлі түндеудің сұлтаны, қадір түні келе жатыр. Өзіңізді жаңа таныстырып өткенімізде қайырымдылыққа жауапты маман екен. Жалпы қадір түніне қандай қайырымды істер атқарылады? Содан бастасақ. Біріншіден, Алла тағалаға сан шүкірлер, мадақтар, мақтаулар болсын. Пайғамбарымызға сәлемдер, салауаттар болсын. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын, берекелі болсын. Осы Рамазан айында Алла тағала өзінен үміт етіп ұстап жатқан оразамызды өзінің құзырында қабыл болған оразалардан болуды Алла нәсіп етсін, сауабын арттырсын. Енді өзіңіз айтқандай, Рамазанның соңғы 10 күндігінде жүріп жатырмыз. Енді Рамазан айы басталғалы, оның алдында жалпы Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы, бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміздің бастамасы мен тапсырмасына орай жалпы Рамазан сыйы қайырымдылық республикалық акция жүзеге асқан болатын. Өйткені биыл республикамыздың тәуелсіздігіне 35 жыл. Сол 35 жылдыққа республикалық марафон өз бастауын алды. Одан Ақтөбе өкілдігі де тыс қалған жоқ. Сол Рамазанның алғашқы 10 күндігінде осы республикалық қайырымдылық марафон акциясы аясында 530 отбасы Рамазан қоржындары, яғни қамтамасыз етіліп табысталды ол кісілерге. Сонымен қатар 18 адамға бір күнде бір мұқтажға көмек деген акция аясында өзінің көмегін алды. Сол секілді 17 000 адамнан астам осы 32 мешітте Ақтөбе облысы бойынша ауызашар беріліп, 17 000 үстінде адам қамтылды. Сондықтан енді бұл шаралар Рамазанның 2-ші 10 күндігінде де өзінің жалғасын тауып жатыр. Алла қаласа, жаңа өзіңіз айтып өткендей, қасиетті алдағы келе жатқан 1000 айдан да қайырлы болған қадір түні үлкен бір шараларымыз бар. Ол шараға арнайы Астана қаласынан сол зекет және қайырымдылық қорының директоры Мақсатбек ұстазымыз келеді. Жоспарымызға сәйкес сол қадір кешінде жылдағы осы демеушілеріміздің көмегімен 3-4 баспана өз алдына табысталатын болса, оның ішінде мұқтаж отбасылар бар, ерекше бала тәрбиелеп отқан отбасылар бар. Және де сонымен қатар мынау өзіміздің жылдың басынан бері имамдарға тапсырма ретінде беріліп жүзеге асып жатқан мешіттердің жанындағы қызметтік баспаналар табысталады. Атап айтар болсақ, өткен Рамазанның алдында осы Қобда ауданында жарық мешіті ашылған болатын. Сол мешіттің ауласында қызметтік баспана, Қарамтау ауданындағы Бөгетсай ауылындағы мешітке берілген қызметтік баспана, сонымен қатар мына Ақтөбе қаласындағы бауырластарда орналасқан Қайыр-Қожа мешіті бар. Сол жердегі Шыңғыс имамның ұйымдастыруымен жүзеге асып жатқан, осы жамағаттың демеушілердің көмегімен жүзеге асып жатқан ол жерде де сол қызметтік баспана Алла қаласа сол күні жаңа сертификаттары табысталады. Және сонымен қатар 7-ші баспана осы Шалқар ауданынан сол көп балалы отбасыға табысталады деген тағы да қосымша жоспарымыз бар. Жалпы осы баспаналардың барлығы жоспарымыз жүзеге асып жатса, жалпы қадір кешінде облыс бойынша 7 баспана Алла қаласа табысталады деген жоспардамыз. Қандай тамаша, керемет, игілікті істерді атап өттіңіз. Алмат имам, Алла разы болсын. Барлығы оңнан болып, жоспардағыдай жүйелі, сәтті, жеңілінен орындауын Алла тағала нәсіп етсін. Енді жаңа сөз басында айтып өттіңіз, қаншама игі істерді. Көрерменде мындай сұрақ пайда болуы мүмкін. Мешітте қаржы жоқ дейміз. Осыншалықты қайырымдылық шарасы қалай атқарылып жатыр? Қаржы қайдан келеді дегендей? Енді шынымен ғой, қаржы мәселесіне келгенде әртүрлі мәселелер, әртүрлі осы қаржының төңірегінде әңгімелер қозғалады ғой. Шынымен де осы Ақтөбе қаласына бас имам болып осы тағайындалғанымызға 8 айдың жүзі болды. Ақтөбе қаласында 14-ке жуық мешіт бар.
әрбір мешіттің өзіндік, былай қарасақ, жекелеп алатын болсақ, әр мешіттің өзінің бір шаруашылығы бар, жаңағы жеке мәселелері бар, оның барлығы басты назарда ғой. Дегенмен де біз әр мешіттің өзінің мәселесі бар деп қол қусырып отырмаймыз. Өйткені Аллаға шүкір, біздің айналамызда сенетін халқымыз бар, бізді қолдайтын жамағатымыз бар, дін жанашырлары, ел жанашырлары, азаматшаларымыз бар. Солардың барлығының көмегінің арқасында, ауызбіршіліктің арқасында осы өзіміздің қаладағы, аудандағы, облыстағы әрбір қайырымдылық шарасы сол кісілердің жанашырлығымен жобаға асып келе жатыр. Сондықтан қазақ айтады ғой, жалғыздың үні шықпайды деп. Жалғыздың үні шықпайды, шынында біз жалғыз өзіміз ештеңе бітіре алмаймыз. Айналамызда жаңағы жанашыр болатын, атымтай жомарт біздің жандарымыз болмаса, бұл қайырымдылық шаралары жүзеге аспайтын еді. Сондықтан осы Рамазан айы келген кезде көптеген жандардың жомарттығы артады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады ғой, Рамазан айында жасалған әрбір жақсылық 10 еседен 700 есеге дейін еселенеді дейді. Енді осы еселенетін сауаптардан құр қалмайын деген қаншама жандар осы Рамазандағы әр деңгейде өтетін, жаңағы төменгісі азық-түлік болса, одан қалды қаражат, басқа да Рамазан тәттісі, балдарды қуанту, сонымен қатар ең үлкені жаңағы баспанамен қуантып, осы Рамазан айының ішінде сауаптарының артуына отбасымен, ағайын тума-туыстармен бірге осы игілікті шараға атсалысып жатады. Сондықтан осы эфирді, осы шараны пайдаланып, сол дін жанашырларына, ел жанашырларына, осы қайырымдылыққа үлес қосып жүрген барлық ағаларымызға, інілерімізге, апа қарындастарымызға көптен көп рахметімді айтқым келеді. Енді Алмат имам жаңа таныстырғанда да атап өттік қой, өзіңізді Ақтөбе қаласының бас имамы деп, және де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты қабылдау мекемесінің және зекет және қайырымдылық қорына облыс бойынша жауапты өкілі, жауапты маманы екеніңізді. Бұлай қарап отырсақ, бір басыңызда қаншама жұмыстар бар. Қаланың бас имамының жұмысының өзі мысалы оңай емес. Көбінде бізде кей адамдардың түсінігінде мындай бар ғой, имамдық жұмыс өте жеңіл, ақшапандардың киіп тақиясын кие салып тек қана намазға шығады, Құранын оқиды, олар не бітіреді, ол қандай жұмыс деген. Ал таныстырғанның өзінде қарап отырмыз, үлкен жұмыстар. Оны былай қарап тұрсаң, имамның жұмысы менеджер, имамның жұмысы уағызшы, имамның жұмысы мысалы білім береді, барлық, тіпті қазіргі тілмен айтқан кезде психолог, бір күнде қаншама адам берді, мысалы мұқтаждардың жан айқайын түсіну да оңай емес қой, оны үлестіріп беруі, мысалы сіздердің мысалы қайырымдылық шараларыңыздан қалай ұйымдастырылатынын өзіміз мысалы мына телеарнасы жаңалыққа түсіргенде көріп отырмыз ғой, қаншалықты ұйымдастырылатынын, тіпті әрбір килограммы есептелініп, артық болмасын, кем болмасын, адал болсын, дұрысынан болсын деп құрамына шейін қаралып, соны енді өзіңіздің аузыңыздан толыққанды айтсаңыз, бір имам тек қана ол мешіттің мінберінде ғана отырып намаз өткізумен ғана шектелмейтіндігі туралы. Енді шынымен де үлкен шаруа ғой. Жаңа өзіңіз айтқандай, әңгіме барысында қаланың бас имамы ретінде, енді жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, 8 айдың жүзі болды барғаныма. Барғаннан кейін осы бас имамдық жауапкершілікті мойнымызға алып, бас мүфтиіміз, облыстың бас имамы Амантай Әбілдаұлы Садиев ағамыз осы міндетті жүктегеннен кейін, бұл біріншіден Алланың алдындағы аманат, екіншіден халықтың алдындағы аманат, осыған әділ болу, адал болу, осы қала бойынша діни ахуалды жақсарту, бір қалыпты ұстап отыру мәселесі ғой. Сондықтан Аллаға шүкір, жұмысымыз жоқ емес, жасап жатқан нәтижелер бар, дегенмен де алдағы уақытта атқаратын қызметтер, атқаратын шаруалар алдағы уақытта қомақты деп білем. Өйткені шынымен де жаңағы қаладағы 14 мешіт, оның барлығы имамдарды жинап, жиналыс өткізгенде де әрқайсының өзіндік бір мәселесі бар, шешілмей келе жатқан баспана мәселесі, болмаса мешіттің жанында Аллаға шүкір имамдарымыз жаңағы сол демеушілер арқылы, жамағат арқылы барлық игілікті істің, мысалға жаңа жоғарыда айтып кеттік, Қайырқожа мешіті, мешіт жанынан сол демеушілер арқылы баспана тұрғызды. Оның өзі былай қарап отырсаң үлкен жұмыс, осының өзі Рамазан айының ішінде берілгелі отыр. Сонымен қатар Ақжардағы Біләл мешітін алатын болсаңыз, бірнеше жылдан үлкен асхана салып жатыр. Ол да сол жанашыр азаматтардың көмегімен жүзеге асып жатыр.
басқа да мешіттерде мысалға көптеген игілікті істер жасалып жатыр. Кеше күні мысалға Бақытжан мешіті, қанша Бақытжан мешіті бар, басқа өзіміздің қалалық мешіттегі әйелдер орталығы, барлық кілемдері жаңартылды. Осының барлығы үлкен-үлкен мәселелері түсінген адамға негізі аз шаруа сияқты көрінеді, бірақ дей тұрғанмен оның бәрін шаруаны бітіріп уақытында аяқтап, мешіттің өзін Рамазанға дайындап үлгерудің өзі, былай қарасаң, белгілі бір жаңа айтқанда не дейді ғой, қомақты қаражатың жоқ, дайын тұрған қаражатың жоқ, ертең не болады екен, арғы күні не болады екен, мына Рамазанға дейін мешіттің жөндеу жұмыстары бітпей қала ма, кілемдері ауыстырылмай қала ма, оның барлығы мойынға жүк қылып алып алғаннан кейін халықтың алдында да, жамағаттың алдында да ұятқа қалып қалмас үшін абыроймен атқарып шығу үшін осының барлығын өз мойныңа аласың. Сондықтан Аллаға шүкір қолдау бар ғой. Дегенмен де жаңа айттық, имамдардың шынымен жұмысы оңай емес. Енді бұрын жасыратын жоқ, енді 25 жылға жуық уақыт болды ғой осы имамдық қызметте жасап келе жатқанымызға. Бұрындары мысалға тек қана жаңа 5 уақыт намазыңды өткізесің, мешітке келсе, жаңа үйге шақырса барып дүниеге келген сәбидің есімін қойып бересің, өмірден озып жатса соның қайғысына ортақтасып қонақасында болып жаназа шығарып бересің, болды. Негізгі міндеттер осы. Енді қазіргі уақытта ол заман талабына сай қызметтің де талабы жоғарылаған, өте күшті. Енді біздің міндетіміз не? Біз ескілікпен қалмай, жаманның талабынан қалмай, жаңашылдықпен осы талапты орындап, соған біз үлгеріп отыруымыз керек. Сол себепті Аллаға шүкір, қаладағы біздің имамдарымыздың көбісі жастар, көзі ашық, көкірегі ояу, жоғары оқу орнын бітірген біздің жас мамандарымыз қызмет жасап жатыр. Сондықтан Алла ол кісілерге разы болсын, кәсіптеріне береке берсін, отбасыларына береке берсін. Сол ауызбіршіліктің арқасында сол мойнымызға жүктелген міндеттерді, қызметті абыроймен атқарып келе жатырмыз, және алдағы уақытта да атқаратын шаруаларымыз былай айтқанда шаш етектен. Сондықтан Алла сол алдыға қойған мақсаттарымызға аман-есен жетіп, сол жоспарлаған істеріміздің жүзеге асып, одан сайын дініміздің дәрежесі, қаламыздағы діни ахуалының барлығы жақсарып, бір қалыпта тұратын күнге Алла жеткізсін деп айтқым келеді. Әмин, айтқаныңыз келсін. Енді осынша қарбалас кезеңі, қазір күн тәртібіне қарап науқан кезеңі ғой, имамдар үшін жалпы Рамазан уақыты өте науқан. Енді күрделі күн тәртібі былай қарап тұрсаң, енді көрерменнен үнемі сұрақ келеді, имамдардың оразасы қалай өтеді? Имамдардың отбасының оразасы қалай өтеді деген, соған тоқталсақ. Бірінші, жалпы осы Алмат Әлидің отбасы Рамазанды қалай өткізіп жатыр екен? Жалпы енді біздің енді әулет, жалпы енді үлкен Әли атам, жалпы енді өзім тегім Әли ғой, енді сол Әли атамызға қарап біз өстік. Менің әкем Амангелді отбасыда жалғыз ұл болды, 2 қарындасы болды. Атам, өзімнің әкем Амангелді жалпы енді ауылдық деңгейде сельсовет дейміз, кейін әкім дейміз, сол 15 жылға жуық Шалқар ауданында осы Байқадам ауылы, қазіргі Есет Көтібарұлы село округі бар, сол жерде басқарды. Енді қазір әкеміз, Алла рахметіне бөлесін, өмірден озып кетті ғой. Бірақ мен бала болсам да білем, сол әкем қызметте болса да, менің атам Әли, менің балам жалғыз болмасам бір мемлекеттік қызметкер деп оған жұмсақ мінезбен қараған жоқ. Оған әрдайым өзінің бақыт бағдарын беріп өтті. Менің атам енді 89 жасында өмірден озды. Сол өмірден озған шағына дейін атам 5 уақыт намазды оқып кетті. Және де оразасы ол кісі қаза қылған жоқ. Сол мен мектепте бала кезінде де білем, сол атама қарап енді өстік қой. Сосын кейін мектеп бітірген кезде менде басқа бір жаңағы зайырлы қоғамның бір универі болсын, колледжі болсын, соны оқимыз деген мақсат болды ғой. Дей тұрғанмен біздің адамның айтқаны болмайды, Алланың қалағаны болады дейді ғой. Жоспар өзгеріп, сол жаңа атамыздың немере келіні бар, жаңа рулас, немерелес атамыз бар, өмірден озып кетті. Сақи деген Сарыағашта, ол кезде енді оңтүстік Қазақстан облысы ғой, Сарыағаш жаңа ауданында тұрады. Сол үйдегі жаңа әже дейміз, сол әжеміз сол Сарыағашқа барғанда айтты, сенің атаң діндар кісі болды, біздің әулеттен де бір имам шықсын деп. Осы зайырлы қоғамның білімін алам деп жүрген бала, осы қазіргі таңдағы осы имамдықты сол Сарыағаштан ең бірінші бастап 98 жылы
сол Ишет Көтібарал село округында Байқадам ауылында қорғаныс орта мектебін бітіргеннен кейін осы имамдық жолды таңдап кеттік. Енді сол атамыздың ораза ұстағанын көрдік, әжелеріміздің ораза ұстағанын көрдік. Сол мектеппен, сол салынған сара жолмен осы күнге дейін жетіп келе жатырмыз ғой енді. Сондықтан осындай бізді түзу жолды таңдауымызға себеп болған, арқау болған, біріншіден көз алдымызда біздің балалық шағымызда куә болып өскен, өмірден өткен атамызды Алла рахметіне алсын. Одан кейін жаңағы себеп болып жатқан әжеміз, оның әжеміздің қызы бар, оның барлығын осы әңгіме барысында тілге тиек етпесек болмайды. Олардың еңбегі бар мен үшін. Біріншіден осы күнге менің жетуіме біріншіден Алланың қалауы болса, екіншіден сол кісілердің еңбегі өте жоғары. Оны міндетті түрде айтып кетуіміз керек. Сондықтан жаңағы Ақжазық деген әжеміз ғой, сол Ақжазық әжеміздің жаңағы Замира жаңағы апамыздың еңбектері мен үшін менің өмірімде олардың осы дін саласын, осы имандықты таңдауыма олардың бірден бір үлесі көп. Міне сол кісілердің жол көрсетуімен 1998 мектеп бітіргеннен кейін оқуға түстім. Сол жылдан бастап мен осы оразаны бастадым. Намазды да сол жерден бастап, енді еркі өскен ауылда жүрген жаңа ойсыз басқа не жоқ, әке шешенің жаңағы тәрбиесінде еркелікпен өсіп келе жатқан бала ғой енді, үйдің жаңағы кенжесіміз, ерке өскен баламыз, ойымызда ештеңе жоқ. Сонымен барып осы дін оқуына түсіп, осы жолды таңдап кеттік. Сондықтан еш уақытта өкінбейміз. Сол жерден бастап біз ақиқатқа көзіміз жетті, исламның білімдерімен сусындадық, Аллаға шүкір. Сол кезден бастап, енді 99 жылдан бастап бүгінгі дейін ораза жалғасып келе жатыр. Осы аралықтың ішінде бір рет ораза үзілген жоқ. Сондықтан Аллаға мыңда бір шүкір, осы оразаны қаза қылмай, жіберіп алмай, осы өзінің разылығынан үміт етіп ұстап жатқан оразамызға Алла сондай бір денсаулық берген үшін де көптен көп Аллаға шүкірліктер айтамын. Қандай керемет, енді даналық мектебі үлкендердің тәлім тәрбиесімен келді деп жатырсыз ғой. Алла разы болсын ол кісілерге. Қаншама бала көргенмен тәлім алады демекші, содан көріп тәлім алдық, ұрпақта сабақтастығы болып жатыр деп жатырсыз. Қандай керемет, үлгі болатын жанұясыздар, үлгі болатын әулет екендеріңізді сөзіңіздің дәйегі болды. Енді жаңа әулетті, Амангелді әулетін жақсы айтып өттіңіз. Енді Алмат Әлидің өзінің жеке қазіргі таңда отбасына келсек, ұл тәрбиелеп отырған әкесіз. Үйде қандай жарсыз, қандай әкесіз? Рамазанның ұлықтығы үйде насихатталып жатыр ма? Жалпы енді ол қызмет бабында қандай мінезіміз болса, қандай ұстамдылығымыз болса, ол үйде де баланың алдында сондаймыз ғой. Енді Алла нәсіп еткен, Аллаға шүкір деймін. Алланың бергені, басымыздан енді әртүрлі сынақтар өтті ғой. Дегенмен де мұсылман болғаннан кейін, Аллаға ақыретке иман келтіргеннен кейін, ол сынақтардың ешбіріне де мойымайсың. Аллаға тәуекел етесің, жеңесің, Алла өзімен бірге екенін, жақсы көрген құлдарына әртүрлі сынақтар береді дейді. Сол сынақтардың бәріне өтіп, Аллаға шүкір, қазір өмірге сол ұлым келді. Биыл енді 11 класс оқып жатыр ғой. Сол енді әңгімелесеміз, көп сырласамыз, әкесімен де, анасымен де сырласады ғой. Үйде енді әке деп маған өзі әке деп айтады, алғаш сөзі енді әке болып шықты ғой. Сол қасымда еркелігін көп көрсетпейді. Бір түйір бала болғанмен де қатты еркелеп, маған ондай қылықтарын қатты көрсетпейді. Сондықтан қызмет бабында қандай жаңағы мінезім болса, жауапкершілігім болса, отбасының алдында да сол жауапкершілікті мен әрдайым сезінемін. Сондықтан өзім де ораза, жан-жарым да ораза, балам да ораза. Енді баламның да ораза ұстағаны биыл 11 класс оқып жатқан болса, енді 6 жылдай уақыт болды. Кеше бір жаңағы сәре уақытында отырғанда, жаңағы үйде сәре шешіп отырғанда сұраймын ғой, ұлым, сенің биыл ораза ұстап жатқаныңа қанша жыл болды десем, 6 жыл болды ғой әке дейді. Сол жаңағы осы сұхбаттан алдында жаңағы бара жатқанда жаңағы ұлым мені шығарып салып жатыр, сонда маған айтады, әке қайда бара жатырсыз дейді. Сосын мен айтамын, осындай сұхбат беруге бара жатырмын, жаңағы немде шапанымды алып берші деп айтып жатсам, кешке ауызашарға келесіз ба дейді. Сосын мен айтамын, жоқ ұлым, бүгін де келе алмаймын ауызашарға десем, әке үйде отырып бірге ауызашпағалы көп болды ғой, сізді сағынатын болдық. Шынымды айтсам, мен өз басым сізді қатты сағынамын, жаңағы ауызашарда, дастарханда бірге отырғанын қалаймын дейді.
Енді бірақ ол енді біз осы жауапкершілікті мойныңға алғаннан кейін енді ол отбасының алдында жауапкершілік бөлек, бірақ халықтың алдындағы ең бірінші, оның үстіне жаңа өзіңіз айтқандай Рамазан айының ішінде біздің мойнымыздағы жауапкершілік одан сайын артады. Сондықтан ол бала шағамен ауыз ашамын деп күнделікті үйде отырсаң, ол мына жақтағы жамағатың бар, халықтың сұрақтары бар, басқа мешіттің мәселелері бар, барлығы ол екінші орынға түсіп кетеді ғой. Сондықтан оның барлығы біздің алдымызда бірінші орында тұру керек. Өйткені ол Алланың алдындағы аманат, екіншіден халықтың алдындағы аманат. Оған жақсы, әділ, адалдықпен қарауымыз керек. Сол себепті ұлым айтып жатырмын ғой, Алла бұйырса біз Рамазан айы біткенше ауыз ашатын күн болады, иншалла. Сабыр қыл, ешқандай көңіліңді түсірме деп. Сондықтан әке жақсы жолың болсын деп жаңа сәттілігін тілеп жатыр ғой баламда. Сондықтан шынымен осылай біздің оразамыз менің өзімнің жаңағы жан-жарым мен баламның ортасындағы өзіміздің жаңа 3 адамдық отбасыда, шағын отбасыдағы Рамазан айы осылай өтеді. Сәре таңертең көбінесе қызмет бабында кетеміз, сонымен кешке сол Рамазан жаңа аузын ашқаннан кейін мешітте болмаса қонақтар шақырады. Мысалға біздің жылдық жоспарымыз бар ғой, жылдық жоспарымызда мысалға балалар үйіне ауыз ашар беру, қарттармен ауыз аштыру, болмаса жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандармен, көп балалы аналармен, ерекше балалы тәрбиелеп отқан отбасыларға ауыз ашар беру. Осы қаладағы әрбір имам осы жауапкершілікті сезінеді, жалғыз мен емес. Осы жауапкершілік сезінгеннен кейін осы имамдардың, біздің қаладағы барша имамдарымыз, Алла разы болсын, солардың ұйымдастыруымен осы шаралар біздің күнделікті жоспарымызда тұрады. Бір күн мешітте боламыз, бір күн жаңағы мешітте аштырамыз, болмаса бір күн жаңағы мейрамхананың басшылығымен келісіп демеуші тауып сол жерге көңілін аулау, оларға да қайырымдылық пакеттерін жаңа сыйлау деген сияқты. Сонымен Рамазан оразалары өтіп жатыр ғой, тек қана үйімізде отбасымен мен сол жаңағы шын айтайын тарауықтан кейінгі уақытта барып бас қосамыз, сосын жаңағы сәреде отырып таңғы асымызды, сәремізді бірге ішеміз ғой, сол кезде сұхбат құрамыз. Сіздердің Рамазанның ондай бір отбасылық Рамазанның сезімі, яғни сәреде ғана байқалып тұр, қарап тұрсақ. Себебі енді өзіңіз айтып өттіңіз, күн тәртібіндегі қауырт кестеге байланысты халықтың аманаты, діннің аманаты, Алланың аманаты тұрғандықтан әрине ол бірінші орында деп жатыр. Аллах тағала осы дін жолындағы қызметіңізге жеңілінен болсын, және сәттілігін салсын. Жаңа сөз басында айтып жатыр, сіздің тағайындалғаныңызға 8 ай болды, десе де 8 айдың өзінде ірі көлемді қаншама іс-шаралар ұйымдастырылып келе жатыр. Ұзағынан, қайырынан берекелі қызмет болсын Алматима. Алматима, енді өзіңіз дін саласының өкілі ретінде бізде мынандай кейде қалыптасып қояды. Рамазанда ғана садақа беру керек, Рамазанда жомарт айы, Рамазан қайырымдылық айы дейміз да, сол бір 30 күнмен бір науқандық кезең секілді шектеліп қалатын кездер болады. Ал шынту айтуында ізгі ғұламалар, ислам ғұламалары айтады, кәміл мұсылманның, мүміннің сипатында жалпы Рамазаннан кейінгі жағдай оның Рамазаны басталады деп жатады. Осы туралы енді дін маманы ретінде өзіңіз түсіндіріп өтіңізші, ол не деген сөз, қалай мағынада береді дегенде? Жалпы енді сұрақ өте орынды. Жалпы енді көп деген деп айтпай ақ қояйық, кейбір жандар енді ораза ұстайды ғой. Енді ораза бастап ұстағаннан кейін де ораза қашан бітеді деп күтіп жүрген жандар да бар шығар. Тезірек бітсе екен деп жүрген жандар да бар шығар. Сондықтан Рамазаннан кейін жаңағы ғұламаларымыз, ғалымдарымыз айтып жатыр ғой, жалпы шариғат мамандары оразадан кейін басталады адамның тақуалығы, адамның жаңағы жомарттығы деп. Рамазанмен шектелмеу керек шынымен. Ол Рамазанда сен 11 айда былай айтқанда өз-өзіңді жіберіп алдың, өз-өзіңе рухани жағынан бәлкім сен жаңағы әлеуметтік тұрғыда сен өзіңді жақсартып алған шығарсың, бірақ сен рухани жағынан сен 11 айда өзіңді жіберіп алу мүмкін. Дүние мәселесінде, отбасылық мәселе, қоғам мәселесімен сен өз-өзіңе рухани жағынан қолға алуға сенде мүмкіндік болмаған шығар. Дегенмен осы рухани өзің жаңғыруға, рухани кемелденуге бір септігін тигізетін қасиетті ай, 12 айдың сұлтаны ай. 12 айдың сұлтаны болған қасиетті Рамазан ай. Енді осы айда сен тақуалығың артады, сен діндарлығың артады. Сен Құран оқуға ден қоясың. Құран оқу білмесең, Құранды оқуға әліппесін бастауға сенде уақыт болады. Көптеген адамдар, мысалға мен білем, осы Рамазан айында кейбір кісілер осы Рамазан айына бола өзінің еңбек демалысын алып жатады. Осы Рамазанда бір кемелденіп қалайыншы, өз-өзіме көңіл бөлейінше, Құранға түсейінше, Құранды жүргізіп оқитын деңгейге жетейінше, Рамазанның оразасын дұрыстап жақсылап ұстайыншы деген мақсатпен осындай еңбек демалысын алып жатқанды жандарды да білеміз, айналамызда бар.
енді соның барлығының жақсылық қасиеттің барлығы жеткен нәрсеңді сен Рамазан айы тоқтағы біткенімен сен аяқтап қоймау керексің. Сен Рамазан айында кемелдікке жетіп алдың ба, енді сол жеткен кемелдігіңді, рухани байлығыңды сен ары қарай Рамазаннан да қалған келесі Рамазанға дейін сен жалғастырып соны ұстап қалатын деңгейде болу керексің ғой. Сондықтан көптеген адамдар жаңа өзіңіз айтқандай өзінің жеке құлшылығында болсын. Сонымен қатар мысалы айтып отырмыз ғой, жомарттық артады. Жомарттық артады Рамазанда. Жаңағыдай 700 еселенетін сауаптарды көбірек істейді, зекеттерін береді. Соның ішінде міне сізбен біз отырған Рамазанның осы соңғы 10 күндігінде адамдардың жомарттығы одан сайын артады. Көп адам Рамазанның алғашқы 20 күнінде аз мөлшерде болса да жаңағы қайырымдылықтарын жасап жүреді ғой. Рамазанның соңғы 10 күндігінде, соның ішінде 1-7-3-4 күн қалған кезде уже адамдар қарап отырсаңыз, жаңағы зекеттерін үстісіне жаңағы тапсырып, отбасыларды сұрап, өздері келіп қолдарымен табыстап, аралап жүріп беріп жатады. Неге? Өйткені Рамазанның шығып кетуіне санаулы күндер қалады да, соның ішінде барлық нәрсені бітіріп тастағысы келеді. Мен сол кісілерге айтар едім, жалпы жақсылықты сіз тек қана Рамазанның ішінде ғана жасауға талпынбаңыз. Сол Рамазанның ішінде Құдай тағала сізді жеткізіп, сондай нығмет беріп тұрма, сіз Рамазаннан тыс уақытта да мұқтаж отбасыларды, мұқтаж жандарды, мүмкіндігі шектеулі жандарды, қандай кім адам не нәрсеге мұқтаж, сол жолда қайырымдылық жасауды әдетіңізге айналдыңыз. Тек қана Рамазанмен шектелмеу керек. Өйткені сіз Рамазанда жетер жеріне жетіп алдыңыз. Өйткені неге? Рамазанда жұмақтың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады, шайтанның қол-аяқтары кісенделеді деген хадистерге арқа сүйеп алады да, сол нәрсемен адамдар көбіне еңбек етеді жаңа мәселелерде, жақсылықтардың жолында. Енді сол жақсылықтардың жолында Рамазанда бастаған нәрсені сен өміріңе азық етіп, өміріңе бір мектеп етіп, соны өміріңнің соңына дейін жалғастырып алып кету керексің ғой. Ол жақсылықты тек қана Рамазан ішінде емес, жылы 2 айдың ішінде істеуді әдетке айналдыру керексің. Мысалға мен айналамда жүрген, осы жанашыр болып жүрген бір бауырымды білем. Енді ініміз ғой, атын атап түсін түстемей ақ қойын. Шариғатта жаңа исламда рия, мақтаныш деген нәрсе болады ғой. Көрсет, ол кейде айтады ғой, өзі айтады, менің атымды атамай ақ қойшы, мен ол жерге бармай ақ қояйын, мен көрінбей ақ қояйын дейді. Сол бауырыма мен риза боламын да, бір ауыз айтамын. Мысалға мен жылдың басында оған айтамын, Рамазан болсын, Рамазаннан тыс уақытта болсын, жылдың басында айтамын, жыл аяқталып келесі жыл басталады ғой, міне биыл 3-ші жыл. Өзінің еркімен келді, айтты, Алматыға мен осылай ай сайын қайырымдылық жасаймын. Сол қайырымдылықты міне биыл Аллаға шүкір 3-ші жыл жалғастырып жатыр. Сондықтан осындай жандар бізде көп болу керек қой. Қайырымдылықты тек қана Рамазан ішінде емес, Рамазан айының сыртында да осы игілікті жасап жатқан шараларын адам мүмкіндік бар ма, сенен біреуден артық қылып Алла тағала саған мүмкіндікті беріп тұр ма, нығметті артығымен беріп тұр ма, сол нығметті әр айға жоспарлап, сен әрдайым батада, әрдайым дұғада халықтан алатындай деңгейде отыру керексің. Сол кезде Алла сенің кәсібіңе берекетін ол ұзағынан береді иншалла. Дұғаның өзінде де бар ғой, Алмат имам, алатындардың қатарынан емес, беретіндердің қатарынан олай мен дұға ет деп айтады, сөздеріміз. Тамаша. Енді жаңа сөз басында айтып қалдыңыз, зекет береді деп. Енді көрерменге түсіндіріп кетейік. Зекеттің көлемі қанша, қалай береді, және Рамазанда берілетін жаңа мұқтаждарға берілетін пітір садақасы бар, фидия садақасы бар. Енді өзіңіз осы қайырымдылыққа жауапты маман болғандықтан соны тағы бір түсіндіріп өтсеңіз. Жалпы енді зекет, жалпы шариғатымызда, асыл дінімізде садақаның екі түрі бар ғой, ерікті және міндетті түрде беретін. Бұл ерікті түрдегі беретін садақамыз, ол күнделікті біздің беріп жүрген садақамыз. Ол ерікті садақаны сен кімге бересің, қанша мөлшерде бересің, қалай бересің, ол өзіңнің еркіңде. Күнде бересің ба, ай сайын бересің ба, апта сайын бересің ба, ол өзіңнің еркіңдегі садақа. Сонымен қатар бұл ерікті садақаға біздің қазір қоғамда жетіспей жатқан бір үлкен нәрсе, адамдардың ортасында бір-біріне деген жылы сөз. Бұл да үлкен садақа. Бұл да ерікті садақаның түріне жатады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады ғой, бір-біріңе жылы сөйлеңдер, жылы сөйлеу жүректі жылытады, жылы сөйлеу садақа бергенмен тең дейді. Сондықтан қазіргі біздің қоғамда жетпей жатқан асыл қасиеттердің бірі, үлкен қажетті нәрсенің бірі, мен түсінемін, өзім жеке басым, адамдардың бір-біріне жылы сөйлеуі, сол күлімсіреуі, соның өзі үлкен бір садақаның орнын басады.
Сонымен қатар міндетті болған садақа, жаңағы сұрағыңыздағы зекет мәселесі. Ол зекет ай сайын берілмейді. Зекет ол жылына нысап мөлшеріне мал мүлкі, дүниясы, күмісі, алтыны жеткен, қаражаты жеткен адам жылына бір-ақ рет зекет береді. Енді көп адамдар жалпы оның ішінде мына намазхан бауырларымыз көбісі зекеттерін Рамазан айының ішінде туралайды ғой. Жалпы енді жаңа еселенеді деп айтып жатырмыз. Сол еселенетін айларға барлығын істейді, келістіріп қояды көп жағдайда. Сондықтан нысап деген мәселе жалпы сенің зекетіңді беруді сенің мойныңа парыз қылатын мөлшер ол нысап деген. Сондықтан нысап мөлшеріне сенің дүние байлығың, төрттілік малының жаңа несі келмейтін болса мөлшері, саған зекет беру парыз емес. Сондықтан биылғы қазіргі таңдағы зекеттің нысап мөлшері 4.100.000 теңгенің үстінде. Ең кемі сол қаражат сенің игілігіңде болу керек. Ал енді сенің жинағың, сенің табысың бір жылдық оған жетпейтін болса, ол саған зекет мойныңнан түседі, ол зекет саған міндетті емес. Енді төрттілік малдың зекеті бар, жаңағы оның ішінде негізгісі жаңағы түйе малы, мысалы 5 түйе болу керек, сонымен қатар 30 сиыр болу керек, ең кемі 40 қой болу керек, жаңағы қой малынан зекет беру үшін. Енді жылқыны да кейбіреулер берілмейді, беріледі деп жаңа екі түрлі пікірлер бар ғой. Сол себепті осы арада айтып кеткім келетін нәрсе, жылқы малынан да зекетін бересіз, бірақ ана басқа төрттілік мал секілді, қой секілді, түйе секілді, сиыр секілді есептеп бермейсіз. Ол мысалға қаншалықты бас жылқы ұстап отырсыз, оның ортасында жаңағы еркегі бар, оның ортасында жаңа биесі бар, байталы бар дейміз, жабағысы бар, құлыны бар дейміз. Соның қоғамды нарықтағы орташа бағасын алып, соның жалпы ортақ сумасын шығарасыз. Сол сумадан жаңағы мысалы бір үйір жылқы ма, үйірде енді әртүрлі деңгейдегі малдар болады ғой, жылқылар болады ғой. 2 үйір ме, 3 үйір ме, соның барлығының жаңағы сумасын шығарасыз да, сол жиналған қаражаттан 2,5% ғана жылына бір-ақ рет зекет бересіз. Ақшаның да зекеті солай. Жаңағы ең кемі жаңа нысап мөлшері 4.100.000 теңгенің үстінде дедік қой. Соған сол 4.100.000 теңгенің үстіндегі нысап мөлшері жеткен қаражатыңыз болса, онда сол қаражаттан 2,5% ғана зекетті жылына бір-ақ рет бересіз. Ай сайын зекет берілмейді. Сондықтан осы нәрседе өте сақ болу керек. Егер осы хабарымызды естіп, зекет мен осы күнге дейін маған жетпеді, мен түсінбей жүрдім деген адамдар, кісілер болатын болса, осы қаладағы, облыстағы мешіттерге хабарласып, дін мамандарынан сұрап, кеңінен түсіндіру жұмыстарын алып, сол Алла тағала беріп жатқан дүние мүліктеріңізде, мал мүліктеріңізде иншалла уақытында зекетті беруге, өйткені құлшыныңыздар, талпыныңыздар. Өйткені мен білем, осы әңгіме барысында айтып кетейінші, зекетті жанына серік еткен, зекет енді былай қарасаң парыз ғой. Құранда Алла тағала айтады ғой: ей Мұхаммед, олардан зекеттерін ал да, оларды тазарт, және олар үшін жарылқау тіле деген аят бар. Енді дінде зорлық жоқ дейміз ғой, біз ешкімнен қинап, жаңағы қатты айтып, ешкімнен зекет алмаймыз. Зекет ол міндетті садақа, міндетті садақаның түрі, ол исламдағы 5 парыздың бірі. Сол себепті әрбір адам ол зекеттің парыз екенін түсіну керек, және берілді ма, ол зекеттің мөлшеріне жететін дүниесі берілді ма, ол уақытында беруді кәсіпке айналдыру керек. Мен сондай бір жанды білем, қай ауданнан екенін, кім екенін атын атап түсінбей қояйын. Бір ағамызды білем, өйткені мен мына облыстық Нұрғасыр мешітінде қызмет жасап жүрдім ғой, сонда келетін тұғын жылда. Алматжан маған осы зекетті сиырдан береді, ол кісі көбінесе сиыр бағады, енді сиыр малын бағады. Сонда кезде айтады маған: Алматжан, маған сиырдың толық басын есептеп берші, мен бір сиырға бола ертең Алла тағаланың алдында таяқ жеп жатпайын дейді. Көрдіңіз бе? Қандай бір керемет, қандай бір махаббат та. Өйткені бар ол кісіде, Құдай беріп жатыр. Сондықтан ертең Алла тағаланың беріп жатқан нығметінен Алла тағаланың алдында тағы таяқ жеп қалмайын деп соны уайымдап жүр да. Сондықтан біздің әрбір адамдарымыз, жомарт жандарымыз, байларымыз осындай түсінікте болатын болса, халықтың ортасында тепе-теңдік әрдайым сақталады ғой. Жалпы шариғаттың өзінде Алла тағаланың зекетті парыз қылудағы мақсат бұл мына байға берілген дүние мүліктен мына кедейге берілу арқылы қоғамдағы тепе-теңдікті ұстау ғой. Сондықтан осындай жағдайда әрбір адам түсінетін болса, біздің халықтың ортасында әлеуметтік жағдай тұрақты болады. Оның бір кепілі осы зекет.
Тамаша, керемет ғибратты мысал айттыңыз. Енді жаңа уақыт санаулы қалды, Алмат имам, десе де қысқа ғана қайырсаңыз, жаңа зекетті түсіндіріп кеттіңіз, пітірмен фидия мәселесі және биылғы жылдың мөлшері. Енді биылғы Рамазан айы халық беріп жатыр ғой, Алла қабыл етсін садақаларыңызды. Ол берекеті аздан бола ма, көптен бола ма, ол шынайы ниет, шынайы ықылас керек. Сондықтан кейде адамдар ойлайды, айтады, осы мешітке беріп жатырмыз, мешіттегілер қайда кетіп жатыр. Біз еш уақытта ешбір насихатымызда біз айтпаймыз. Міндетті түрде сен жаңа пітір садақаңды, фидияңды мешітке әкеліп беру керексің. Өзіңнен баста, өзіңнің ағайыныңнан баста, өзіңнің туысыңнан, өзіңнің көршіңнен баста жақсылық жасауды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келеді, көршісі аш болып, өзі тоқ болған адам ол бізден емес дейді. Сондықтан өзіңде бар ма, ағайыныңда бар ма, жетіп артылып жатыр ма, айналаңдағы көрші көлеміңе қарап қой. Егер көрші көлемің мұқтаж ба, сенің пітіріңе мұқтаж ба, сенің садақаңа, сенің зекетіңе мұқтаж ба, біз мешітке келген кезде сол түсіндіру жұмыстарын біз айтамыз. Қандай адамдарға зекет беріледі, қандай адамдарға пітір беріледі деген. Осы мәселеде өте сақ болып, кез келген адамның пікірін емес, діни мамандардың тұрақты пікірін тыңдау керек та, сол арқылы әрбір беретін жақсылығыңды, әрбір беретін садақаңды өзінің тура жолына жұмсау керек қой, тура жеріне. Сондықтан биылғы пітір садақа 735 теңге қылып бекітілді. Енді жан басына берілетін садақа, сондықтан Аллаға шүкір, міне халқымыз жылдан жылға осы нәрсені жақсы түсініп келе жатыр ғой. Сондықтан Алла разылық үшін беріп жатқан пітір садақаларыңызды Алла қабыл етсін, отбасыларыңыз аман болсын. Сонымен қатар биылғы фидиясы, мына оразадан босатылған, ораза ұстай алмай қалған жандар бар ғой. Енді бұл жерде де жақсы түсіну керек. Ол енді бұл эфирде толық ашылмайды ғой фидия мәселесі. Сондықтан бұл Құрандағы айтылған үкім, міндеттелген үкім. Сол себепті биылғы Қазақстан мұсылман діни басқармасы фидия мөлшерін 4022 теңге қылып бекітті. Ол жаңағы бір міскіннің таңғы және кешкі асы. Соны биылғы ораза Рамазан айы 29 күн болса, сол 29 күнге көбейтіп, жаңа айтқан жоғарыда айтып кеткенімдей, қандай мұқтаж жан бар, көңіліңіз кімді қалап тұр, көңіліңіз кімге садақа беруді бұйырып, былай қарағанда қалап тұр көңіліңіз, сол адамға беріңізді, жақсылық жасаңыз, болды, сіздің мойныңыздан Алланың алдындағы садақаңыз, фидияңыз, зекетіңіз бәрі түседі. Алла бастысы шынайы ниетпен, шынайы ризашылықпен шығара білу керек, бере білу керек, сол кезде Алла разы болады. Алмат имам, енді өзіңіз айтып өткендей, барлығының әлеуметтік жағдайы бірдей емес. Тіпті фидияны бере алатындай оның материалдық жағдайы болмауы мүмкін, немесе пітір садақасын беретіндей де жағдайы болмауы мүмкін. Ол адам не істейді? Енді ол фидия, ол пітір садақасы жалпыға бірдей міндет емес қой. Сондықтан ол өзі қарызданып отырса, ол өзі қауқаланып отырса, бір айлықтан бір айлыққа жеткізе алмай отырса, оның жаңа банктегі төлемдері болса, ол адамға пітір міндет емес. Сондықтан жаңағы уайымдамау керек адам. Мүмкіндігің бар ма, бер. Рамазанның пітір садақасы Рамазан басталғалы алғаш күннен бастап ораза айтына дейін берілетін садақа ғой. Сондықтан мүмкіндігіңіз сол бір айдың ішінде мүмкіндігіңіз болып жатыр ма, беріңіз. Мойныңызға жаңағы көтере алмайсыз ба, оны соншалықты уайымдап қалмаңыз. Өйткені Алла тағала сіздің шынайы ниетіңізді, шынайы деңгейіңізді, шынайы жағдайыңызды бізден де Алла өзі жақсырақ білуші. Сондықтан шынайы ниетіңіз болса, Алла өзі жеткіріп қояды иншалла. Тамаша, Аллах тағала бізге күре тамырымыздан да жақын дейсіз ғой. Алла разы болсын. Енді алтын уақытыңызды бөліп, осындай қарбалас күн тәртібінде Мұнава телеарнасының көрерменіне сүбелі сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Дін жолындағы қызметіңізге Аллах тағала сауаптан жазсын. Тұтқан оразаларыңыз және осы қасиетті айдағы ізгі амалдарыңыз қабыл болсын. Әумин, әумин. Сізге де қабыл болсын, Алла разы болсын. Әмин. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Ақтөбе қаласының бас имамы Алмат Әли болатын. Келесі хабарда амандықта, саулықта жүздескенше ағайын.